Алматы облысы Балқаш ауданы Бірлік ауылында дүниеге келдім. Өзім жайлы тоқтала кетсем, 2004 жылы Бірлік орта мектебінің табалдырығын аттап, 2015 жылы ойдағыдай аяқтап шықтым. Мектеп бітіріп, арман қуып, арман қала Алматыдағы Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінің алғашқы әскери дайындық мамандығының студенті атандым. Сонымен қатар әскери кафедраға түсіп ант қабылдадым. Әскери билетімді алдым. Жаңа адамды жаңашыл мұғалім ғана тәрбиелейді деген мақсатпен екінші мәрте Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің өзін-өзі тану пәні мамандығы бойынша тәмамдадым. Өзімді белсенді әрі бәсекеге қабілетті жастардың бірімін деп санаймын. Қазіргі таңда өзіме білім нәрін берген ұстаздардың ортасында жас маманмын. Ең алғаш еңбек жолымды бастаған кезде дене шынықтыру пәнінен сабақ бердім. Бос уақытымда спортпен айналысқанды жақсы көремін. Салауатты өмір салтын қолдаймын әрі ұстанамын. Қазіргі таңда өзін-өзі тану пәнінен сабақ берудемін. Сонымен қатар 10-шы сыныпқа сынып жетекші қызметін атқарудамын. Алға қойған мақсатымды айта кетсем, өзіңе сен, қос қолыңмен істелген ісіңе сен. Алысыңда сыйлайды жақыныңда, өзіңді төменге түсірмесең демекші, ерінбей еңбек етіп, болашақтың бағдарын бүгіннен бастап игі қызмет ету, яғни еліме пайдамды тигізу. Әр ауылдың гүлденген ол Қазақстанның гүлденгені демекші, мен бір орында ғана тұрып қалмай, ары қарай өзімді дамытып, өзімнің бойымдағы бар ілімімді өзімнен кейінгі жас ұрпақтың санасына құйып, сіңіріп, білімді, ақылды азаматтар мен азаматшалар тәрбиелеймін. Өмірлік ұстанымым жайлы айта кетсем, менің әр күнім ізденуге, талпынуға бағытталған. Ал өмірлік ұстанымым адамның